Президенттің Қазақстан халқына жолдауын және атомдық электр станцияларының құрылысы жөніндегі алдағы референдумды Поперечная ауылының тұрғындарымен талқылады. Спикерлар елімізде атомдық электр станциясының даму перспективалары туралы айтып берді. Бүгінгі күн қалалық штаб өкілдері Поперечная ауылына келіп, алдағы күтіп тұрған үлкен саяси науқанға келуге ауылдық тұрғындарды шақырды. Толығыменен атом электр станциясын салу туралы өтетін референдумның маңызды екенін, бұл шараны халық шешуі керек екені, осындай сұрақтардың барлығын белгілеп, толық ақпарат берілді. Естеріңізге саламыз, президент Қазақстан халқына жуықтағы жолдауында ескере кетті. Жаһандық энергия тапшылығын есепке алумен біз энергияның экологиялық таза әрі сенімді көздеріне мұқтажбыз. Сондықтан атомдық энергетикасының дамуына аса назар аудару қажет. Алшақ елді мекендердегі сапарлы кездесулерді жергілікті тұрғындар қошеметпен қарсы алады. Өйткені олардың көбірек мағлұмат алуға, мүдделі сауалдарын қоюға, кеңесуге мүмкіндіктері пайда болады. Эта встреча подготовила жителей, потому что довольно... Жалпы өткен кездесудің пайдасы зор болды. Өйткені бұл кездесуге келген адамдар бізге барлық пайдалы мағлұматтарды өте түсінікті тілмен жеткізді. Әрине, осындай адамдардың болғаны қажет. Сұрақтар әркімде бар, ол сөзсіз. Мәселен, мені алаңдататын сауал атомдық электр станциясының құрылысы нәтижесінде қоршаған ортаға шығарылатын радиоактивтік заттардың зияны қалай ойластырылатын болады деген. Ал оған біздің ұрпағымыздың болашағы тікелей байланысты екені анық. Тиімділігі және тиімсіздігі жақтарын толық ойлау қажет. Және де қарсымын немесе келісемін деп жауап беруіміз үшін барлығы түсіндірілді. Сондықтан ауылға келіп, пайдалы ақпарат бергендеріңіз үшін алғыс айтамын. Ауылдықтар керекті ақпаратты толық алды деп ойлаймын. Алда жалпыға бірдей дауыс беру. Поперечная ауылының тұрғындарын 6 қазанда мектепте орналасатын сайлау учаскесіне келіп, келісемін не қарсымын деп өз дауыстарын беруге шақырды. Атомдық электр станциясы Қазақстанда болсын ба, жоқ па? Референдумды өткізу саналы шешім қабылдауға көмектеседі. Біздің болашағымызды айқындайтын шешімді.